Тоқаев жолдауда құрылыс секторының жалпы ішкі өнімнің 5-6%-ін құрайды деді. Оның сөзі қаншалықты рас? Осы сұрақты бірге тексерейік. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Ей, тақырыпты бастамас бұрын каналға жазыл, және біздің өткен шығарылымдарымызды мынау жерден көре аласың. Күн сайын жаңа зерттеулер мен факт-чекингті жіберіп алма. 1 қыркүйекте Қазақстан халқына жолдауына Қасым-Жомарт Тоқаев мынандай дерек келтірді. Ұлттық экономика құрылымында құрылыс секторы маңызды орынға ие. Осы сала ішкі жалпы өнімнің 5-6%-ын береді. Президент рас сөйлеген. Статистика бюросының мәліметінше 2021 жылдың жалпы ішкі өнім көлемі 83,9 триллион теңгеге жеткен. 2021 жылы жалпы ішкі өнімде құрылыс секторының үлесі 4,7 триллион теңге. Ол жалпы ішкі өнімнің 5,7%-ын құрайды. Жалпы кейінгі 5 жылда құрылыс секторындағы көрсеткіштер 5-6% айналасында болған.